Құрметті достар, демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр? Воскресенье күні, жексенбі күні демалыс күндеріңіз қалай жақсы өтіп жатыр ма? Негізі мен мына Алматыға ғашықпын ғой негізі. Қаншама жастардың отын жаққан, қаншама жастардың бағын жандырған ең керемет сұлу Алматы ең алғашқы махаббатым ғой. Мына Президентский паркке келдім бүгін. Екі вариант қойғам, Медеу или Президентский парк. Президентский паркке келмегенім өзіме көп болыпты негізі. Көп рахмет, барлықтарыңыз ойларыңызбен бөлісіп жатсыздар ғой. Бір жақсы жер, мына жақта Маевкаға шығып отырсаң болады. Мына жақта жақсы кофейнелері бар. Кофейнелері и спортпен айналысам деушілер де анерде нелер бар. Турник, Брусия деген сияқты. Мына жақта жүгірсе болады, айналып. Мен бүгін жаяу жүріп келе жатырмын. Өте керемет, кайф. Шетел, метел, не надо ғой мына жерге айналайын ау. Машалла, машалла. Самал желді айтсаңыздаршы, ойбай. Қараңыздар, бізде Алматыда ең бірінші номер 1 деп айтсам қателеспеймін. Ол бізде Президентский парк. Вот. Алды қандай әдемі. Ал мына жақта бізде ең керемет Алматының көшесі Әл-Фараби. Оның ар жағында таулармен таласып тұрған керемет үйлер көп. Және де мына жақта бізде таулардың өзі. Президентский парктан жалпы неше түрлі атақты адамдарды таңғы 6-да кездестіресіздер. Өйткені ол кісілер жаяу жүреді да шабыт алады. Білесіздер ғой енді. Көше қандай әдемі десейші. В общем, депрессияда жүрген, болмаса ауырып жүрген адамдар мына паркке кіріп шықса, бітті болып жазылып шығады. Смело. Аспаны осындай десе. Осындай Радуга мост бар. Ойға тауға кететін жол. Рахат. Машинамды мына жаққа қойып кеткем.